Бірақ та жоспары іске аспаған ол Цунадэнің билігін жойғысы келеді. Сондықтан ол ауыл үлкендерін өзіне жақ қылып алады. Данзо ауылдың құйрықтысын сақтап қалғысы келеді. Сол үшін ол Пэйн шабуыл жасаған кезде хабарлаушы бақаны өлтіреді. 5-ші Хокаге Цунаде комаға түскен кезде Данзо өзін уақытша 6-ші Хокаге қылып 5 Каген кездесуіне барады. Ол болып жатқан жайтты өз қолына алып, Альянстың басшысы болғысы келеді. Бірақ оны қуып жеткен Саске жоспарды бұзады. Саске мен Данзо ұзақ шайқасқа көшеді. Жел күшінің мықты техникаларынан бөлек, Данзо оң жақ қолына салынған шарингандарды қолданып, Изанагидің көмегімен өз өлімін жоғалтады. Барлық шаринганы істен шыққан соң, күші біткен Данзо өзіне 4 қабырғалы печать қолданып, Обито мен Саскені өзімен бірге алып кеткісі келеді. Өлер алдында ол Хирусен екеуінің кішкентай кезін есіне түсіріп, ауыл үшін не істегенін ойлайды.